Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай өте дәмді, керемет милка тортын дайындайтын боламыз. Жасалуы да өте оңай болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен біз қамырын, яғни бисквитін жасап аламыз. Ол үшін жұмыртқамызға қантты қосып, жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Біркелкі масса пайда болғанша араластырып аласыздар. Яғни осындай аппақ болып көтерілгенше араластырасыздар. Кейін құрғақ ингредиенттерді араластырамыз. Ол үшін ұнымызға какаомызды және де разрыхителімізді қосып, жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Кейін осы құрғақ ингредиентті жаңағы жұмыртқалы массамызға салып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аласыз. Кейін араластырып алғаннан кейін осы массамызға сұйық май мен сүтті қосып, тағы да жақсылап араластырып аласыздар да пергамент төселген арнайы ыдысымызға құйып, біркелкі етіп 180 градуста 30-35 минут духовкада піскенше жақсылап тұрып пісіріп аласыздар. Кейін піскен бисквитімізді осы видеодағыдай етіп төртбұрышлеп жақсылап турап аласыздар. Кремін дайындайтын болсақ, кремімізге сливкиға сгущенное молоко, яғни сгущенканы және де қаймақты қосып, жақсылап тұрып қоюланғанша миксердің көмегімен араластырып аласыз. Тортымызды жинасақ, ең бірінші тарелкамызға жаңағы төртбұрышлеп кесілген бисквиттарымызды салып шығамыз. Кейін үстіне кремді құйып шығамыз. Дәл солай қайтадан бірінің үстіне бірін тортты қойып, яғни крем бисквит етіп жинап шығасыздар. Видеодағыдай пирамида болып шығуы қажет. Кейін бетіне құятын ганашты дайындасақ, шоколадымызға сливкиді құйып, жақсылап араластырып, отқа қойып аласыздар. Кейін ертіп алғаннан кейін осындай етіп кішкене салқындатып аласыздар. Мен қатты салқындатпадым, сіздер жақсылап тұрып салқындатып алыңыздар. Қат қалмайтындай, қою осындай қою күйінде қалатындай. Кейін салқындатып алған шоколадымызды осылай торттың бетіне құйып шығасыздар да холодильникке беті әбден қатқанша, яғни беті қоюланғанша қойып қоясыздар. Осындай керемет тортымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер.